Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында бургер жасайтын боламыз. Балалар түгілі, үлкендердің өздері де арасында жегісі келіп тұрады. Сондықтан ең алдымен бірінші нанымызды дайындап аламыз. Сүтке ашытқы, сүт, қант және жұмыртқаның ағын, майды қосып, жұмсақ қамырды илейміз. Жұмыртқаның сарысын бетіне жағуға алып қойдым. Қамырымыздың басы бірікті, осындай жұмсақ, әдемі қамырды илеп 1 сағатқа алып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша біз котлеттерді дайындайтын боламыз. Мен әдетте котлетке күштен өткізіп пиязды қосамын, дәмді болады сол кезде. Тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырып, мен осындай кішкене шариктар жасадым. Сосын үй жағдайында кальцо болса кальцомен жасасаңыз болады, немесе осындай мен сияқты қақпақтарды қолдансаңыз болады, майонездің. Маған осы қақпақтар ыңғайлы болды. Котлетті жұқа қылып жасай беріңіздер. Үлкен болса, ол қуырылғаннан соң ол 2 есеге кішірейеді. Және жұқа болғаны дұрыс. Өйткені етті бұқтырып пісірмегеннен соң таза пісіп шығады осылай. Егерде етін көбірек қаласаңыз, онда 2 котлет салсаңыз болады, сол кезде двойной бургер болады. Сөйтемізде оны алып, морозильникке салып, жарты сағатқа кішкене қатырып аламыз, басын біріктіріп. Сол уақытта біздің нанымыз дайын болды. Нандарымызды алып, бөлшектерге бөлеміз. Егер сіздерде таразы болса, таразымен өлшеп барлығын бірдей жасасаңыз болады, немесе болмаса шамалап өзіңізге керекті бөлшектерді бөліп, дөңгелек қылып, формаға салып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз көтерілгенше. Он 15 минут өтті, енді міндетті түрде бетін осылай басу керек. Сосын жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт, қара, ақ сеуіп, духовкаға 18 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Енді бізге ішіне салатын заттарды дайындаймыз. Кез келген жапырақ, капуста, айсберг, пекинская капуста қолдансаңыз болады, соус мен кетчуп пен майонез, қызыл пияз немесе кәдімгі ақ пиязды да қолдансаңыз болады, сыр, арнайы гамбургерге арналған сырды қолдансаңыз болады, немесе осындай мен сияқты кәдімгі сырды қолдансаңыздар болады. Нанымыз дайын болды, жұмсақ. Енді котлеттерді қуыра бастаймыз. Котлеттерді жақсылап 2 бетін қуырамыз. Бірінші беті осылай қуырылып болғаннан соң, келесі бетіне ауыстырғанда сырды бетіне салып қоямыз. Сосын нандарымызды сковородкада қуырып аламыз. Сосын соусты жағып, бургерімізді жинай бастаймыз. Соус, жапырақ, сосын тұздалған қияр, сыр, ол бетінде болды котлеттің, сосын қызанақ, пияз, және нанымызға соусты жағып, бетін жабатын боламыз. Біздің бургеріміз дайын болды. Үй жағдайында да өте дәмді болып шықты. Ешқандай фастфудтағыдан кем емес. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және лайк басуды. Сау болыңыздар.